Сәлеметсіздер ме? Ара шаруашылығының тағы бір бөлімі бұл апитерапия деп саналады. Балдан басқа аралардан алатын адам ағзасына пайдасы көп дейтін заттар өте көп. Соның бірі прополис, ара сүті дейді, пыльца, перга, трутневый гомогенат, настойки, отвары, сондай заттар көп. Мына апитерапия дегеніміз адам ағзасын ара шаруашылығының өнімдерімен қалпына келтіру деп саналады. Мына тұрған орталық 2018 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр. 2018-дің декабрінде 12 айында Алматы үздіксіз білім беру медициналық орталығынан 500 маман сертификат алып, Қазақстан бойынша сертификат алды. Солардың бірі Алакөл өңірінен 2 маман сертификат алып жұмыс жасап жатырмыз. Тұрған орталық бұл Шұбарағаш деп аталады. Шұбарағаш екі тентектің ортасындағы жайлау болып саналады. Ең төмендегі ауылдың аты Чымбұлақ деп аталады, бұрын Голубев запор деп аталған. Лепсинскі ауылынан 28 шақырым жерде орналасқан. Сонымен қатар Чымбұлақтан жоғары қарай Көктөбеге Жамантас деген жайлауға жолдар жатыр. Мына тұрған орталық Қабанбай орман шаруашылығына 49 жылға алған арендалық жерде болып саналады. Тұрған ортаның табиғаты зор, өте бай.